Баршаңызға сәлем, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода PowerPoint бағдарламасында жасалатын 10-шы практикалық жұмысымды көрсететін боламын. Егер де бұл практикалық жұмыстың жасалу жолы сіздерге қызық болса, онда видеоны соңына дейін көріп, лайк басып және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ол үшін PowerPoint бағдарламасын ашамыз. Мышканың оң жағын басып формат фона деген таңдаймыз. Сплошная заливка, оның ішінде цвет деген жерден керекті түсті таңдаймыз. Мен қою көк түсті таңдадым. Одан кейін вставка, оның ішінде фигуры деген жерден осы видеодағы фигураны таңдап аламыз. Shift кнопкасын басып отыру арқылы осы фигураны қоятын болсаңыздар, дөп дөңгелек әдемі болып шығатын болады. Қойғаннан кейін қарасаңыздар, ортаңғы дөңгелектің ішінде сары дөңгелек тұр. Осы дөңгелекті жылжыту арқылы осы фигураның көлемін өзгертуге болады. Одан кейін вставка, оның ішінде фигуры деген жерден төртбұрышты фигураны таңдаймыз да, дәл осы видеодағыдай етіп, ұзын етіп осылай қойып шығамыз. Мен бұдан 4 фигура қойып шықтым, яғни біз дөңгелекті 8 бөлікке бөлетін боламыз. Болғаннан кейін барлық фигураны белгілеп аламыз. Ешқандай да фигура қалып кетпеуі қажет. Одан кейін белгілеп алғаннан кейін жоғарыда формат фигуры деген жерден сол жаққа қарай қарасаңыздар, объединить фигуры деген бар. Содан фрагмент дегенді таңдап аламыз. Сонда бізде осындай болып шығады. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп осы фигуралардың көп бөлігін өшіріп тастайтын боламыз. Тек осы видеодағы фигураларды алып қаламыз. Одан соң әр фигураның үстіне бір рет шертіп, формат фигуры, заливка фигуры деген жерден керекті түсті таңдау арқылы барлық фигураның түсін өзгертіп шығамыз. Осы секілді басқа да практикалық жұмыстарымды көргіңіз келсе, описание бөлімінде тұрған PowerPoint плейлистіне өтсеңіз болады. Вставка фигуры деген жерден стрелка фигураны таңдап, осында вставить етеміз. Қойғаннан кейін осы фигураның үстіне бір рет шертетін болсаңыздар, сары дөңгелек пайда болады. Осы дөңгелекті қозғау арқылы фигураның көлемін өзгертуге болады. Және де жоғарыда формат фигуры, оның ішінде заливка фигуры деген жерден түсін ауыстыруға болады. Мен ақ түске бояймын. Бұндағы әр фигураның үстіне бір рет шертіп, формат фигуры, оның ішінен эффект фигуры деген жерден кез келген фигураға эффект беріп, кішкене әсемдесеңіз де болады. Енді сол жақтағы слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып, дублировать слайд деген таңдаймыз. Одан кейін осы екінші слайдпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде мына стрелканы сары фигураға қарай жылжытамыз да, сары фигураны алдыға қарай кішкене жылжытамыз. Одан соң вставка, оның ішіне надпись дегенге барамыз да, осы көк түсті фигураның кез келген шетінен мышканың сол жағын бір рет шертетін болсақ, осы жазуды жазатын жер пайда болады. Осы жерге керекті мәтінді жазамыз. Одан кейін барлық осы жазылған мәтінді толықтай белгілеп алып, главное деген жерден оның шрифтін, көлемін, түсін ауыстыруға болады. Оны барлық слайд жасаушылар біледі деген ойдамын. Одан кейін сол жақта екінші слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып, дублировать слайд деген таңдаймыз. Солай үшінші слайдпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде сары фигураны орнына әкелеміз де, қайта көк фигураны алдыға қарай жылжытамыз. Және де мына стрелканы осы көк фигураға қарай жылжытамыз. Одан кейін тағы да керекті мәтінді жазамыз. Бұл мысал ретінде жасалып жатқан слайд болғандықтан, мен осылай бір текстті барлық жерге қолдана беретін боламын, бірақ түсін осы фигураның түсіне сай етіп аламын, яғни бұның түсін көк етемін. Дәл осылай дублировать слайд деп келесі слайд бетіне өтеміз. Қайтадан дәл осы жасалған жұмыстарды қайталап, осы фигура біткенше жасап шығатын боламыз. Осы орайда баршаңызды менің осы YouTube каналыма тіркеле етуге шақырамын. Себебі алдағы уақытта осындай практикалық жұмыстардың көптеген нұсқалары шығатын болады. Және де пайдалы ақпараттар өте көп. Дәл осы видеоны достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.
Жұмысты аяқтағаннан кейін Ctrl кнопкасын басып отырып, сол жақ шеттегі слайдтардың барлығын белгілеп шығамын. Одан кейін жоғарыда переходы деген жерден трансформ деген таңдаймын. Яғни барлық слайд бетіне бірдей трансформ деген переходты қойып шығамын. Сол кезде біздің слайдымыз осылай әдемі болып көрінетін болады. Мінекей, практикалық жұмысын жасау жолы осындай, өте оп-оңай. Баршаңызға сәттілік, видео пайдаларыңызға жарасын.